Сәлем достар, сіздермен Айданка Серікбаева, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалатын өте керемет дәмді печеньенің рецептін ұсынатын боламын. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең бірінші ыдысқа ерітілген сары майымызды құямыз, одан кейін 2 жұмыртқаны салып, қантымызды саламыз және де ас содасын саламыз. Қажетті мөлшерлерінің барлығын төменде описанияға жазып қоятын боламын. Енді барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнды қажетінше салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болуы қажет. Енді оның үстіне шоколадымызды салып, осы қамырмен араластырамыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді ыдысымыздың үстіне пергамент қағазын жайып, жаңағы дайын болған қамырды осылай қолымызбен печеньенің формасына келтіретін боламыз. Және де арасын аздап ашықтау етіп қойып шығамыз, себебі піскеннен кейін көлемі аздап ұлғаяды. Дайын болған печеньелерімізді 180 градуста 15-20 минуттай духовкада пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелерімізде дайын болды. Өте әдемі көрінеді. Балалардың сүйіп жейтін печеньелерінің бірі деп айтсақ та болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.